Сендерде қазір андай теңге бар ма? Иә, бар. Бірақ бәрінде емес. Қалай бәрінде емес? Бәріңде ақша тең болсын деп, теңге деп ырымдап қойдық қоятын. Кешіріңіз. Бәрінде емес. Менің бір сұрағым бар. Біз қазір керемет өмір сүріп жатырмыз. Жағдайымыз жақсы, түсінікті я. Сендер неге нашарлап кеттіңдер? Оған сіз кінәлісіз. Жоқ, енді сіз болғанда, сіздің заманыңызда күкірт деген нәрсе шығады. Ол бәрін өзгертеді. Не ол күкірт деген? Енді күкірт деген химиялық зат қой. Жабыстырасыз, от жағасыз, жарылады. Ол басында фейерверк ретінде шықты Қытайда. Ең бірінші болып жібек жолы арқылы Европаға өтеді. Соны сіздер жіберіп алдыңыздар. Қай халық күкіртті дұрыс пайдаланды, солар дамып кетеді. Мемлекеттерді жаулай бастайды. Анау испандықтар солтүстік Америкадағы көшпенділер жаулап алады. Мынау шығыс Европа бізді жаулап алады, Сібірді бәрін. Біз егемендігі жоғалтамыз күкірттің кесірінен. Түсінсем бұйырмасын. Енді қалай түсінсем екен? Жалпы күкірт әлемді өзгертіп жібереді ғой. Одан оқ болады, жаңа бомба болады, зеңбірек шығады. Екінші дүниежүзілік соғыс туралы айтып берейін. Немістер мен итальяндықтар, жапондықтар үшеуі қосылып, әлемді бөлеміз дейді ғой. Қарғын соғыс болады, жеңіледі, жапондықтар шамасы шыдайды. Соларға ана американдықтар мынандай жаңа күкірттің атасы бар ғой, бомба шығарады, мынандай ядролық бомба. Соны Жапонияның екі қаласына лақтырады аспаннан самолетпен. Бір секундта екі қала жоқ болып кетеді ғой, адамдармен бірге. Маған жаман ғой. Өте жаман, сұмдық. Жаман болғанда бүкіл әлем шошып кетеді ғой бұл бомбадан. Шошып, бұдан кейін әлемдік соғыс болмайды. Сол бомбаны біздің жерде, Семейде 468 рет жарады. Жынды ма, неге жарап? Білмеймін қане. Қазір ол жерде тіршілік бар ма? Бар. Бәріне шыдап келе жатырмыз ғой. Қанем, мына кісілер не айтып тұрғандарын мен білетін сияқты. Жақында бір жас балалар келіп, сізге кіреміз деп жүреді. Қайда олар? Қуып жіберді. Кім қуды? Қарашоқ.